Қисса Сүләмбия кітабынан Ыбырайымның келінінің сынауы. Ысмағұл ер жеткен соң Ғамара атты қызға үйленеді. Бірде Ыбырайым пайғамбар келінін сынау үшін ұлының үйіне диуана киімін киіп қонаққа келеді. Келіні қонақты көріп қабақшылады, оған суып қалған шай береді. Дастарханы ыдыс-аяқ лас екен, отыратын көрпені де ауыстырмай салады. Шай үстіне Ыбырайым: "Қызым, тұрмысың қалай?" деп сұрайды. Атасын танымаған келіні отбасындағы ұсақ-түйек ұрыстарды айта бастайды. Ерінің айыбын ашып, оны жамандайды. Ыбырайым кетіп бара жатып: "Еріңе сәлем айт, үйіңнің есігін ауыстырсын" дейді. Әкесінің сәлемін естігенде Ысмағұл: "Көкемнің көңілінен шықпаған екенсің" деп өкініп отыра кетіпті. Ысмағұл бағын екінші рет сынамақ болып Хәлә атты қызға үйленеді. Ыбырайым келін сынау үшін тағы да диуана киім киіп қонаққа келеді. Хәлә құманға жылы су құйып, зыр жүгіріп қызмет қылады. Алдына барын тосады, астына қалың көрпе төсейді. Жігіт жинаулы, ыдыс-аяғы мұнтаздай таптаза, келіннің де қабағы ашық, көңілі жарқын екен. Шай үстінде пайғамбар: "Тұрмысың қалай қызым?" дейді. Келіні: "Шүкір ата, жақсымыз" деп ерінің жақсысын асырып, жаманын жасыруға тырысады. Оның иба ізетіне сүйсінген атасы: "Ерің айт, үйдің есігін жақсылап сақтасын" деп сәлем айтады. Бұл сәлемді естігенде Ысмағұл: "Көкемнің көңілінен шығыпсың, атаңа жаққаның, Аллаға да жаққаның" деп риза болыпты.